Хей, барлықтарыңызға сәлем достар. Сіздермен Сымбат Кейзат. Бүгін мен сіздердің сұрақтарыңызға жауап берем. Менде көп видео шықпай кетіп жатыр, неге білмеймін. Әйтеуір шықпай жатыр. Бүгін мен сұрақтарыңызға жауап беретін болам. Так, бірінші сұрақ Мегаплейден. Қай жақта тұрасыз? Мен Нұр-Сұлтан қаласында тұрамын. Отбасында неше адам? 3. Ұнататын музыкаң қандай? Мен только Садреддин болатын музыкаларын қатты ұнатам. 4-ші сұрақ. Сүйікті ютуберім. Мен сүйікті ютуберім Рамазан. Неге экранда шығарам? 5-ші сұрақ. Алдағы мақсатым 1000 подписчикқа жету. Жетіп алайықшы саған. Жарайды. Дамивер дейді, рахмет. Гүлмира демеу деген келіпті. Қай қалада тұрасың? Мен Нұр-Сұлтан қаласында тұрамын. Жасым нешеде? 12-де. Brawl Stars'ы қашан бастадың? Мен Brawl Stars'ы 1 жыл ғана ойнадым мен ол ойынды. 1 жыл. Сол 1 жылдың ішіне Леон кезі тегін аккаунтымда 10.000 кубыққа жеткізген болатынмын. Келесі. Отбасында неше адам? 3. Маған сәлем жолда. Гүлмира демеу, саған сәлем. Келесі. Кезі Трешер. Мұсылмансың ба? Я, мұсылман екенді қалай дәлелдейсің? Мұнда 2003 сұрағым бір түрлі екен. Мүмкін екеуім қосып жазасың, мүмкін. Жарайды. Так. Мұсылман екенді қалай дәлелдеймін сендерге? Бұл видео. Арманың қандай? Мен арманым 1 миллионға жету или 100.000-ға жету. Арманың, ойбай, қайдадан оқиын деп жатырмын ғой. Жазбай кеттің о неге? Жазбай кеттің о неге? Ол сұрағымда ендігі жолы дым түсмедім. Келесі сұрақ. Флей Қазақтан. Қалай актив көтереді? Так, мен активті қалай көтергенімді білмеймін. Бірақ та мен алғашқы активісін күшті еді. Ал енді қазір түсіп кетті ол. Кәдімгі осы видеоға 25 лайк жинап тастайық. Сосын мен туралы факт деген видео түсіретін болым. Кәдімгі осы видеоға 25 лайк жинап тастайық. Келесі сұрақ. Неғо нешедесің? Неше оқисың? Қателесіп оқып жатырмын жаман. Так, неше оқисың? Мен 7-ші сыныпта оқимын. Мен мөлеш шығамын. 3-ші сұрақ. Қай жақта тұрасың? Мен Нұр-Сұлтан қаласында тұрам. Не хабар? Хабар жоқ. Көбірге ойнай, естілші клуб бар дейді. Көре жатырмыз ол жағын. Кімнен оформа аласың? Мен Қазақ геймингтен сатып алам. Маған сәлем жолда. Флей Қазақ, саған сәлем. Аликош Кейзаттан. Сәлем. Сәлем. 1-ші сұрақ. Саған қандай персонаждар ұнайды? Маған так, Редкиден Роза, Сверхредкиден Рико, сосын келесі қандай еді? Эпическийден маған Нани ұнайды. Білесіздер ғой, айтып едім ғой сіздерге. Ал 4-шісіне Мифический баятыстен Мортис ұнайды. Ол Браулды мұқты ойнайды. Келесі қандай бір легалардан Леон ұнайды. Көбіңіз білесіздер. Ал Хроматическийге келетін болсақ, Хроматическийден келетін болсақ, қайсын таңдайын? Так, маған Гейл. Бралдан қандай режим көп ойнайсың? Мен Brawl Stars'тан мысалға көп ойнайтын режимім одиночной шыды. Соны көбінесе көп ойнайым. Менің каналыма тіркелдім ба? Так, тіркелген шығын. Тіркелмесін, мен тіркелем саған. Brawl Stars ютуберлерімен араласасың ба? Кейбіреулерімен. Мысалға, Аликон деймін, кейбір кездерінде деген ол еді. Так,
Brawl Stars ютуберлерінің кейбіреулерімен ғана, көбісімен емес. Так, Brawl Stars кейсот клуб аштым кірсе. Көре жатырмын. Немене? QZR. Ойбе. Каналын аты күштеген. Саған ең қатты ұнайтын бравлер. Леон. Бұны білмейтіндер де бар екен ғой, я. Аксат, тоқта, екінші сұрақ. Сенде Бравлдан қандай скиндер бар? Так, мен аккаунт алғаннан бастап, іздесім өткенше. Сода бір Карлда скин бар, соны білем. Карлда бір скин бар. Осы скин мінеке экранды көрсетем. Аксатсан нешеге, қаншаға сатар едің? Мен нешеге деп үйрен қыптың ше. Қаншаға сатар едің көре жатырмын. Мен ол бағаларын білмеймін, короче. Мен перста, Brawl Stars браулерлеріне қарап, кубыққа қарап сатам. Сәлем, жолдаш QZR, сан сәлем. Давай, брат. Дами бер, рахмет. Сосын брат демендеш, пожалуйста. VS Рома. Бірінші сұрақ. Қаншадасың? Мен жасым 12-де, менің видеома лайк баса аласың ба? Көре жатармын ол жағын. Brawl Stars'та рандомдармен ойнаған ұнайма? Жоқ. Маған сәлем, жолдашы. VS Рома, саған сәлем. Дамир, рахмет. Руңғаны божбан. Brawl Starчик Ринчу дейді. Так. Бір, сенің атын сынат. Я. 2 жасым 12-де. 13-ге бір күн толам. Мен туған күнде, күніме дейін. Өте сіздер менің каналыма 300 подписчикті жинап тастайық. Мен тезірек сөйлейм деп, сөздерімді шатастырып алып жатырмын. Сен 7-ші сыныпта оқисың? Я деп. 4. Астанада тұрасың, осыларға жауап берші қойшы. Я, мен Нұр-Сұлтан қаласы. Астанаға... Я, короче, қазір Нұр-Сұлтан ғой. Нұр-Сұлтан берем қаптым. Я, мен Нұр-Сұлтан қаласында тұрамын. Келесі, Аликон геймердан. Ең жақсы режим Бравлдағы. Ең жақсы режим. Мен ойымша одиночный шода, бірақ та кейбір кетсенде ұтыласың. Бәрі барлық карталардан ұтыласың, бірісі ұтасың, бәрі. Дәл осы уақыттағы имба бравлер. Мен ойымша Эмбер. Үшінші сұрақ, Вольт или Эмбер? Эмбер алғашқы түсірген легам. Мен Леонгизет деген аккаунтымда ең бірінші түскен лего ол Спайк. Көрген шығарсыздар. Так, Спайк, я. Так, ол примерно осы Brawl Stars'ты бастағаннан кейін бір жарты айда деп қойған. Сол жарты жылдың ортасында ма, осы бір жылдың ортасында ма, бір лего түскен болатын, ол Спайк. Я. Какой-то мен қорқам сөйлеп атқан адамға ұқсап отырмын ше. Сәттілік, Дамир, рахмет. Неге Сматкизет деген қойған себептерін қалай айтсам болады екен. Мен ең бірінші каналым аты Сикош-Кизет болған, айта салайын бүкіл. Сосын жоқ, Сикош-Кизет болған жоқ. Сикош деген бе, сосын Сикош-Кизет, сосын жай ғана Сикош. Мен жай ғана Романы көріп келгеннен бастап солы қойған болатын, ал Сикош-Кизет или соған келетін болсақ, так, мен жай ғана Ромадан кейінгі
ютуберім Шелзи еді. Сол Майнкрафтадан түрлі видеолар түсірген болатын. Мысалға бомж, маған өте қатты ұнайды. Сосын алдағы өмір, ол да ұнайды. Сол екеуін көргем. Сосын жай ғана чекоштан кейін менің каналым аты қандай болған еді? Сосын менің каналым аты өзгерді. Ол кезінде Leon KZ болды. Сосын Leon KZ'дан кейін осы Smart KZ болды. Smart KZ деп қойдым. Ал мен осы Smart KZ деп қойған себептерім сол атты қойғаннан бастап мен Алтыбақан топтарындағы Нұрас KZ мұндайлардың бүкілін көргем. Осы Smart KZ деп қойғаннан бастап мен так, короче, Диас 09-дан кетті. Сколько твой лет? 12 жастамын. Я 12 жастамын. У тебя какой телефон? Мен телефонның аты Мизу. Үшінші сұрақ. Передай мне привет. Диас 09, саған привет. Пока. Ютубтағы басты мақсатым 1000 подписчикқа жету деп айта аламын. Лайк или подписка. Дайте осы видеоға 25 лайк басып тастайық. Леон или Эмбер? Леон. Бәрі Леонды танаймын ғой, білесіздер ғой. Лайк дейді. Келесі сұрақ. X Gamer. Арманым 100.000 подписчикқа жету. Атың кім? Сымбат, оны білесің ғой. Немене? 3 муниципалитет жоқ. 4-ші Мортис или Дин Мортис. Қазақ бала. Қыз емес, еркек қоп, просто кішкентай бала. Мен қызбын. Кейбіреулер менің түрімді көрген. Мысалы, кейбіреулер көрген. Кім көрген еді? Кім көрген еді? Короче, кім менің түрімді көрген? Солар комментарий жазып жіберіңдер. Мен вообще ұмытқанмын. Ақбашы, мен ұмытшақпын. Көбіңіз білесіздер. Мен ұмытшақпын. Так, келесі Ice TV. Бұрында Ice KZ деді. Қазір Ice TV болып қалма не? Так, Мистер P или Тара? Мистер P қайсында дейтін білмей қалма. Тара или Макс, El Primo или Poco, El Primo. El Primo не да? Несі оғы тез толады. Короче, мен оқ деймін. Сосын дизайн кішкене көп шығар, білмеймін. Сосын оның гаджеті екеу. Оның екінші гаджеті ұнайды. Неге ограбленияға жақсы ол гаджет. Маған сол, короче. Леон говно или спок? Леон. Короче. Ары қарай сұрақтар бітті осымен. Ал ендеше сіздермен бірге болғанмен Smart KZ. Барлықтарыңызға каналға тіркеліп, лайктарын басып, қасында шыққан колокольчикті басып, мен не деп керісінше айтпаймын. Бірінші лайктар кет, сосын подписканы кет, сосын колокольчикті басып. Короче, қайтадан басып айтайық, сосын. Кәдімгі достар, осы видеоға лайктарыңызды басып, каналға тіркеліп, қасында шыққан колокольчик басып жіберіңіздер. Сосын осы видеоға сіздер
25 лайк жинап тастасаңыздар, мен туралы факт деген видео міндетті түрде шығады. Я, 25 лайк жинап тастайық. Я. Айықпақшыдай. Я оны айтпай қойшы. Не деп айтайын енді? Енді салондар деп айтқанда келіп отырған жоқсы. Так, менің каналымда неше подписчик? Так, менің каналымда 219 подписчик. Сізге рахмет. Рахмет демек қойып. Бірінші 250 подписчикқа жинап тастайық. И сосын мен туған күніме шейін 300 подписчик жинап тастайық. Жарайды, видеоны тоқтата салайын. Ал енді сіздермен бірге болған мен Смит KZ, сұрақтарыңызға жауап бердім. Бүкіліңіздің сұрақтарыңызға жауап бердім. Ешбірін қалдырған жоқпын. Кейбір сұрақтарды қалдырып кеттім, өйткені кейбір бір адамның сұрағын дым түсінбей алдым. Сондықтан мен оның бір үш сұрағына жауап бермеймін. Так. Ал енді сіздермен бірге болған мен Смит KZ. Барлықтарыңызға пока-пока, чау. Келесі видеоны күтіңіздер. Осы видеоға 25 лайк жинап тастайық. Сосын видео шығады. Мен туралы факт деген видео түсіріп. Білмеймін, неше факт өтіп, біраз факттарын, бүкіл факттарын айтам. Бүкіл факт, мен неден қорқам, нені жақсы көремін. Сондай нелер білесіздер ғой факттың не екенін. Сол туралы айтып беретін боламын. Сол туралы видео түсірем. Ал ендеше короче, сіздермен бірге болған мен Смит KZ. Барлықтарыңызға пока-пока, чау. Келесі видеоны күтіңіздер. Сау болыңдар.